Оңтүстік Қытай теңізінің астында ешбір адам немесе машина зерттемеген терең каньондары бар су асты тау жотасы жатыр. Бұл суларда кемелер жиі жоғалып кетеді, және ешкім себебін білмейді. Қатты дауыл кезінде Лила кемедегі бірдеңені жөндеуге тырысып, Джонмен сөзге келіп, ұрысып жатады, ал Джон оған көмектесуге шыққысы келмейді. Кенет экранда ақау пайда болып, Джон радарға қол жеткізе алмай қалады. Ол механик Джойға айғайлайды. Джой оған машиналарды ұрып бұзудың орнына оларға ұқыпты қарау керек деп кері сөйлейді. Экипажды Ганновер жалдаған. Ол белгілі бір жүкті ешкім білмейтін ортадағы нақты нүктеге жеткізуге мүдделі, бірақ себебін айтпаған. Ганновер теңізге үйренбеген жалдамалы жауынгерлер тобымен келген. Трей ауырып құсып жібереді, және бәрі оны мазақтайды. Трей мен Мамули арасында жанжал туып, олар бір-біріне қару кезенеді, бірақ соңында күліп, мәселені шешеді. Содан кейін топ Трейді тағы құстыру үшін жиіркенішті нәрселерді сипаттай бастайды. Джой Ганновердің қораптарын ашу үшін жүк бөліміне жасырын кіреді, және оның ішінде торпедаларды көріп, таң қалады. Жалдамалылар оны қылмыс үстінде ұстап, ұра бастайды. Лила мұны рациядан естіп, Джонды көмекке шақырады. Джон қабырғаға оқ атып, бәрін тоқтатады, және егер олар тәртіп сақтамаса, келісімшартты бұзып, миссияны аяқтамайтынын ескертеді. Ганновер оған сұрақ қоймауда келісімшарттың бөлігі екенін еске салады. Жалдамалылар Джойды ұруды жалғастырады. Джон олардың біріне соққы береді. Жалдамалылар дереу қаруларын шығарып, Джойдың тамағына пышақ қояды, бірақ Ганновер оларға Джойды босатуды бұйырады. Лила сүйіктісінің жараларын емдеп жатқанда, Ганновер қару қораптарын ашып, адамдарына қару таратады, ал Маллиган торпедаларды іске қосады. Осы уақытта сәнді круизді кеме дауыл арқылы жүзіп барады, бірақ ішіндегілер көңілді уақыт өткізуде. Кеменің иесі Саймон өз жобасы туралы сөйлеп, бәрінің армандарын орындайтынына уәде береді. Триллиан кеште жүріп, капитан Атертонға соғылып, оның әмиянын жасырын ұрлайды. Ол әмиянды босату үшін сыртқа шығады, және теңізден шыққан оғаш дыбыстан шошып кетеді. Содан кейін Триллиан қауіпсіздік бөлмесінің құлпын ашып, камераны сағызбен жабады. Ол Атертонның әмияннан ұрлаған карта арқылы қымбат зергерлік бұйымдары бар сейфке кіреді. Сол сәтте Саймон мен Атертон кіріп, оны ұстауды бұйырады. Олар Триллианның қылмыстық ісі туралы есеп алған, онда оның ұрлықтары, соттылығы және 4 елде іздеуде екені жазылған. Саймон оны ұрып, Атертон картасын қайтарып алады. Кемеде түрме болмағандықтан, Триллианды қоймаға қамайды. Бірақ Саймон оның өз әмиянын ұрлап алғанын байқамайды. Триллиан қоймада сәнді тағамдар мен сусындарды қуана жеп ішеді. Басқару бөлмесінде жұмбақ біреу кіріп, компьютерді бұзып, дискілерге қол жеткізеді, және оларды өз дискілерімен ауыстырады. Ол кеткеннен кейін барлық жүйелер істен шығады. Кеме байланыс құралдарына және радарға қол жеткізе алмайды. Радар ақаулы болады. Ақаулар арасында матрос су астында жақындап келе жатқан үлкен бірдеңені байқайды. Кенет сол жұмбақ нәрсе круизді кемеге соғылып, ондаған адамның құлап, жиһаздарға немесе сынған шыныға соғылуына әкеледі. Олар баспалдақтан құлап немесе балконнан ұшып кетеді. Триллианға тамақ қораптары құлағанда, круиз кемесі өзінің жылдам қайықтарының бірін жоғалтады. Тобыр дүрбелеңге түсіп, дәліздермен жүгіріп, бір-бірін итеріп, басып өтуге тырысады. Бір әйел ванна бөлмесінде жасырынып, қабырғалардан оғаш дыбыс естиді. Сол сәтте дәретханадан бірдеңе шығып, оны ұстап алады, ванна бөлмесін қиратып, оны баяу өлтіреді. Джонға қайта оралсақ, ол жалдамалылардың кеме тұмсығына торпедалық қондырғы орнату үшін тесіктер жасап жатқанын көреді. Радар әлі де істемейді, бірақ су астында бірдеңені анықтайды. Бұл құлаған жылдам қайық, бірақ Джон оны көргенде тым кеш болады. Оның кемесі қайыққа соғылып, үлкен жарылыс болады. Бұл кеменің көптеген бөліктерін, соның ішінде қозғалтқышты қатты зақымдайды. Джонға барлық жүйелерді өшіруден басқа амал қалмайды. Топ өртті сөндіруге асығады. Бақытымызға орай, ешбір торпеда жарылмайды. Лила дүрбіні қолданғанда жақын маңдағы круизді кемені көреді, ал Джон олардан отын сұрауға болады деп ойлайды. Кенет жалдамалылар экипажды қарумен қоршап, Ганновер олардың енді жауапты екенін жариялайды. Олардың жоспары әуелден экипажды тонап, дәлелдерден құтылу үшін кемені торпедалармен жарып жіберу болғаны белгілі болады. Круизді кеме қозғалмайды, сондықтан жалдамалылар арнайы құрылғы арқылы есікті ашып, ішке кіреді.
Джой мен Джонды кепіл ретінде миссияға алып барады, бірақ Лейла Биллимен бірге қалады. Олар негізгі бөлмеге жетіп, толық тәртіпсіздікті көреді, тек бірнеше апаттық шамдар ғана жанып тұр. Ең таңғаларлығы адамдардың жоқтығы, өйткені олар ешкімді таба алмайды. Барлық жерде қан, тіпті лифтте де. Іздеу жалғасады, бірақ әлі де ешкім табылмайды, ал құтқару қайықтары кемеде қалыпты. Кенет жарылыс естіледі. Жалдамалылар бірнеше минут бойы оқ атады, бірақ Джон бұл тек ақаулы отшашудың дыбысы екенін айтады. Дегенмен адамдар Ганновер алған қуатты қаруларға таңғалып, көңіл көтеру үшін ата береді. Содан кейін топ жоспарды жалғастыру үшін бөлінеді. Қоймада Триллиан оянып, құбырлардан оғаш дыбыстары естиді. Есікті аша алмағандықтан, ол кабельдерді үзіп, есікті күштеп ашып шығады. Басқа кемеде Лейла жарылыстан болған үлкен тесікті жөндеп жатқанда, судағы бірдеңеден шошып кетеді. Ол судың бетінде қалқып жүрген денені көріп, не істерін білмей қорқады. Кенет бірдеңе оның аяғынан ұстап, су астына тартады. Круиз кемесінің механикалық бөлмесінде Джон мен Джой өз кемелерін жөндеуге қажетті бөлшектерді алады. Джон бұл круиз кемесінің корпусы зақымдалмайтын болуы керектігін айтады, сондықтан оны бұзуға не жететінін түсінбейді. Трей оғаш дыбыс естіп, дәлізге тексеруге шығады. Біраз жүргеннен кейін оған бірдеңе құлап, шошытады, бірақ бұл тек кабельдер екен. Дыбыс жалғаса бергенде, Трей судағы көпіршіктерді байқап, жақындайды, бірақ сол сәтте бірден өледі. Басқалары оның айқайын және дыбыстың күшейгенін естиді. Негізгі кеңседе Триллиан сейфке қайта кіруге тырысып топқа ұсталады. Ганновер оны мойнынан ұстап, не болғанын сұрайды, бірақ Триллиан ештеңе білмейді. Жалдамалы Саймонның картасын одан алып, сейфті ашады, бірақ басына балта тиеді. Саймон мен бірнеше тірі қалғандар сейфте жасырынған болып шығады. Топ оқ атып, олардың көбін өлтіреді, бірақ бұл тек бейбіт тұрғындар екенін кеш түсінеді. Саймон мен Атертон оқтан аман қалып, жалдамалылар оларды кепілге алады. Сол кезде мамули Ганноверге Трейдің өлгенін хабарлайды. Джон суда бірдеңе бар екенін, кету керектігін айтады. Кенет мамули су астына тартылып, құбырға басы соғылады. Джой мен Джон мамулидің қараңғы бұрышқа сүйрелгенін және қорқынышты дыбыстардан оның өлгенін түсінеді. Джой қажетті бөлшектерді алуға асығады, ал Джон мамулидің қаруымен оқ атып, бөлмеден шығады. Джон мен Джой дәлізге жеткенде суда қозғалып жатқан пішінді көреді. Құбыжық еденді қиратып, жақындағанда екеуі есікке жетіп, құбыжықты жабу үшін құлыптайды. Сейфте Саймон Ганноверге құбыжықтардың барлық жерде екенін айтады, сондықтан Ганновер тонауды кейінге қалдыруға келіседі. Бәрі алаңдағанда Триллиан лифтке жүгіріп кіреді, онда шахтадан қорқынышты дыбыстар естіледі. Есік ашылғанда Джой мен Джон кіріп, оның шығуына жол бермейді. Дыбыстар жалғасып, лифт негізгі кеңсеге тоқтайды, онда қалған топта кіреді. Жалдамалылар құбыжық туралы әңгімеге сенбей, Джонды достарын өлтірді деп ойлайды. Маллиган Джонды ұстап, айғайлағанда Джон оны тізесімен ұрады. Содан кейін лифт дірілдеп, тезірек қозғала бастайды. Топ қорқып тоқтатуға тырысады, бірақ түймелер істемейді. Сол сәтте кабельдер үзіліп, лифт үлкен жылдамдықпен құлай бастайды. Бақытымызға орай, құлағанда есіктер сынып, бәрі сыртқа домалайды. Бұл қабатта қан мен сүйектердің шырышқа жабылғанын көріп қорқады. Дәліздің соңында есік майыса бастайды, ақыры құлып сынып қалады. Қабырғаларда майыса бастайды, бірақ бірнеше секундтан кейін тоқтайды. Топ тыныш күтеді, құбыжықтың кетуін үміт етеді. Бірақ жалдамалы кездейсоқ бас сүйегін басып кеткенде, дыбыс құбыжықты ашуландырып, қабырғаларды қайта соға бастайды. Ганновер мен Джон құбыжық жетпей тұрып, топ шегініп, басқа есікке жетіп, оны құлыптайды. Екінші кемеде Билли Лейланы іздеп жүріп, судағы оғаш нәрсені байқайды. Бірнеше минуттан кейін топ техникалық бөлмеге жетеді, онда қанда, зақымда жоқ. Саймон мен Атертон жүйені біреу бұзғандықтан көмек шақыра алмағандарын айтады. Бірақ Джон Саймонның бұған кінәлі екенін, өйткені ол мен Ганновердің бір-бірін танитынын байқағанын айтады. Белгілі болғандай, Саймон қарызға батып, круизді тонап, сақтандыру ақшасын алу үшін жалдамаларды жалдаған. Ол жолаушыларды құтқару қайықтарымен аман алып қалуды жоспарлаған, бірақ құбыжықтар бәрін бүлдірген. Атертон ашуланып Саймонға тап береді, Ганновер оларды ажыратады. Осы сәтте Триллиан қару ұрлайды.
Сол кезде Джой иығына шырыш тамғанын көріп, басын көтергенде төбедегі алып шұжықтарды көріп, айғайлайды. Джон оқ ата бастайды, қан мен шырыш бәріне шашырайды. Оқтар шұжықты жаралап, одан билей құлайды. Ол шырыш денесін баяу ыдыратып, тек сүйегі қалғанша шыдатпайтын ауырсынумен айғайлайды. Қорқып кеткен топ қарумен оқ атып, шұжықтарды жоя отырып жүгіре бастайды. Бірақ құбыжықтар кеменің барлық бұрышында сияқты. Топ дүрбелеңге бөлінеді. Триллиан Джонды тауып, оны өз кемесімен алып кетуді сұрайды. Оларды шұжық шабуылдап, Триллиан қашып кетеді. Джон шұжықтың тістері бар, бірақ көзі жоқ екенін, кез келген дыбысқа әрекет ететінін байқайды. Джон қанша баяу қозғалса да, құбыжық оны естіп, шұжық аузын ашып шабуылдайды. Бақытына орай, Триллиан қайтып келіп, оқ атып, шұжықты жаралап, оны кетіреді. Басқа дәлізде Саймон аяғы құбыжыққа ілінген Атертонды көреді, бірақ көмектеспейді. Триллиан мен Джон келіп, оны құтқаруға тырысады, бірақ құбыжық тым күшті, Атертонды тез жұтып қояды. Басқалары келіп, Джонмен бірге құбыжық көрінбейінше оқ атады. Саймон шұжықтардың ота деп аталатын құрттың мутацияланған түрі екенін, олар добындағы сұйықтықты сорып, сүйектерді шығаратынын түсіндіреді. Джон өз кемесіне қайтатынын айтады, бәрі оған ереді. Көп ұзамай апаттық шамдар да сөніп, олар фонар қолданады. Өкінішке орай, шығуға апаратын жалғыз өткел суға толған, сондықтан Джон, Ганновер және Маллиган суға түсіп, жүзуге болатын қашықтық екенін тексереді. Маллиган кесілген қолды тауып, қорқып кетеді. Джон мен Ганновер оны екінші жаққа шығарады. Сол сәтте басқа топтың артындағы дәлізде құбыжық пайда болады. Джой есікті жабуға асығады. Құбыжық болат есікті соға бастайды. Қорқып кеткен Саймон суға секіріп, басқаларға қосылады. Есік ақыры жарылып, құрттар адамдарға шабуылдайды. Олар дереу оқ атады. Жалдамалылардың қаруының күші Триллианды суға құлатып жібереді. Джой оқтары таусылған соң суға секіреді. Соңғы жалдамалы құрт шегінгенше атады, содан кейін басқаларға қосылады. Бірақ құрт оны тауып, ұстап алады. Ол өлер алдында құбыжықты жою үшін граната іске қосады. Топ асханада жиналып, нұсқаларды талқылайды. Саймон жоспардың бөлігі ретінде құтқару тобын жалдағанын, бірақ олар 24 сағаттан кейін келетінін айтады. Топтың жартысы Джонның қайығына бару керек деп есептесе, екінші жартысы асханада тамақ жеткілікті болғандықтан күту керек деп ойлайды. Маллиган есінен адаса бастайды. Ганновер оны қарумен ұстап тұрады. Кенет Маллиганның артында құрт пайда болады. Бәрі қашады, ал Маллиган оқ атады. Адасқан оқтар пешке тиіп, өрт шығарады. Құрт желдеткішке шегінеді. Маллиган мазақтап, желдеткішке айғайлайды, бірақ құбыжық артынан шығып, оны тұтас жұтып қояды. Топ шығуды іздеп жүр, бірақ құбыжықтар олар тапқан әр есікті жауып тастайды. Олар дәлізді бөгеп, кейбір кабельдерді үзеді. Саймон құрттардың оларды кеме тұмсығына қарай мәжбүрлеп бара жатқанын түсінеді. Ол басқаларға тұмсыққа қалай жетуді айтады, бірақ өзі басқа дәлізге кетеді. Топ тұмсыққа жеткенде, барлық жерде сүйектер мен қан көріп қорқады. Кенет корпус жарылып, үлкен толқын тұмсықты басып қалады. Топ дәліз арқылы кері жүгіреді, және Саймонды кездестіреді. Ол олардың бетіне есікті жауып тастайды. Су көп ұзамай Джон мен Триллианды соғады. Олар кеме бөлшектері салынған сөмкені жоғалтады. Құбыжықтар Джой мен Ганноверді қуады. Ганновер граната лақтырады. Жарылыс құбыжықтарды баяулатады, бірақ тоқтата алмайды. Ганновер Джойдың аяғына оқ атып, оны құлатып, жем ретінде қалдырады. Джой асханалық лифтке жетіп ішіне жасырынады, сондықтан құбыжықтар Ганноверді қуады. Казино бөлмесінде Джой демалып жатқанда, Ганновердің құртқа жем болып жатқанын көріп, шошып кетеді. Джой оған қару беріп, қашып кетеді. Ганновер оны атуға тырысады, бірақ сәтсіз. Содан кейін Ганновер азаптан құтылу үшін өзін атып өлтірмек болады, бірақ соңғы оғын ысырап етіп, енді жем болудың азабын бастан кешеді. Осы уақытта Саймон сыртқа шығып, круиздің батып бара жатқанын түсінеді. Жақын маңда аралды көреді. Джон мен Триллиан да сыртқа шығады. Джон өз кемесіне қайтады, ал Триллиан моторлы қайық іздеу үшін бүйір есікке кіреді. Кемеде Джон Джоймен қайта қауышып, жоспар құрады. Олар торпедаларды іске қосып, кемені автопилотқа қойып, құрттарға қарай жібереді. Жөндеу жұмыстары кезінде Джой Лейланың өлгенін түсініп, жылайды. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін олар жүйелерді іске қосады, және дуэт кемемен қоштасып кетеді.
Круизде Триллиан қайықтың кілтін табады, бірақ Саймон оны қоршап алады. Ол кілтті тартып алмақ болғанда, суда тайып кетіп, кездейсоқ от шашу атады. Бұл Триллианға қашуға мүмкіндік береді. Триллиан тым ұзақ кешіккендіктен Джон Джойға қозғалтқыштарды тоқтатуды айтып, оны құтқаруға қайтады. Саймон Триллианды дәліздер арқылы қуып, оны болдырмауға тырысып, от шашулар атады. Көп жүгіргеннен кейін, Саймон Триллианды қайта қоршайды. Оны өлтірмек болғанда, Джон есіктен оқ атып кіреді, Саймон дереу қашады. Сол сәтте кеме дірілдей бастайды, жарылыс жиһаздарды қиратады. Шұжықтар тесіктен шығып, дуэт Саймонның теориясының қате екенін қорқып түсінеді. Бұл құрттар емес, кеменің әр бұрышына шұжықтарын жібере алатын алып мутацияланған 8 аяқ. Дуэт қашпақ болғанда шұжық Джонды ұстап алады, құбыжық оған қарай ырылдайды. Джон мүмкіндікті пайдаланып, оның көзіне атады, шұжық оны жібереді. Ол Триллианға жүк бөліміне жүгіруді айтып, Джойды іздеуге қайтады. Джон өз кемесіне оралғанда, Джойдың курткасында шырыш тауып, оның жем болғанын түсінеді. Бір сәт жоқтап, автопилотты іске қосқан соң, круизге қайтады және Триллианды шошытып, оны атып тастай жаздайды. Осы уақытта Саймон сыртта Джонның кемесінің жұмыс істеп тұрғанын көріп, оған секіреді және аяғын сындырады. Ол денесін басқару бөлмесіне сүйреп апарып, кемені басқаруға тырысады, бірақ автопилотты өшіре алмайды. Джон мен Триллиан моторлы қайыққа отырады, бірақ шығуға тырысқанда шұжықтар шығуды бөгейді. Дәліздер арқылы қуғын басталады. Джон құбыжықты баяулату үшін оған оқ атады. Құбыжық басқа дәлізден жақындамақ болғанда, Джон лифт түймелерін атып, есіктерді ашады және екі есікті кесіп өтіп, олар жабылады, құбыжықты сыртта қалдырады. Саймон кеме круизге соғылғанда айғайлайды, жарылыс әр бөлме мен дәліз арқылы от таратады. Дуэт тез жүріп, жалын жетпей тұрып, круизден секіріп шығады. Круиз көп ұзамай үлкен жарылыспен батып, мутацияланған 8 аяқты өлтіреді. Таңертең Джон мен Триллиан аралға жетеді. Моторлы қайық істемейді, сондықтан олар көмек күтуге мәжбүр. Олар сүйісіп жатқанда суда бірдеңені көреді, бұл Джой, ол аман қашып шыққан. Достар қайта қауышады, бірақ қуаныштары ұзаққа созылмайды, өйткені олар орманнан қатты ырылды естиді.